Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Қазақстан Евразияның жүрегінде орналасқан Орта Азия елдері ішінде ең беделді мемлекет және саяси жағынан тұрақты экономикалық әлеуеті дамып келе жатқан дамушы мемлекеттердің алды. Еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына да бара жатырмыз. Біздің мемлекетіміз алып құрлық Евразия материгінде орналасып, екі дүние бөлігі болып табылатын Азия және Европада орналасқан тарихы терең, салт дәстүрге бай мәдени ел. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Евразиялық кеңістіктің мәдени бесігі деп аталады. Олай болса, бүгінгі сабақта сіздер мәтіннен деректер келтіріп, сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтіннен еліктеу сөздерді тауып, талдау жұмысын жасайсыздар. Еліктеу сөздердің мәтіндегі қолданысын түсінетін боласыздар. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты мәтінді мұқият тыңдап алайық. Қазақ халқы көп ғасырлық тарихы бар, әлемдік өркениет қазынасына енетін мәдени құндылықтардың иесі. Қазақстан ескерткіш саны бойынша Үндістан, Қытай, жерорта теңізі және қиыр шығыс мемлекеттерінен кем түспейді. Қазақстан ашық аспан астында мұражайы бар ел. Біздің елімізде 25 мыңнан аса жылжымайтын тарих, археология, сәулет және өнер ескерткіштері бар. 89 мемлекеттік мұражайдың экспозиция қорында 2.056.000 мәдени құндылықтар бірлігі жинақталған. 3495 мемлекеттік кітапханаларда 66.840.000 кітап, сирек кездесетін қолжазбалар мен басылымдар сақталған. Кең байтақ қазақ жері ежелден бері бүкіл Евразиялық кеңістіктің мәдени бесігі болып келеді. Ертеде қазақ даласынан шығыс пен батысты байланыстыратын ұлы жібек жолы өтті. Сол дәуірдің мұрасы ежелгі орта ғасырлық сәулет өнері мен мәдениетін қалыптастырды. Осындай 218 нысан Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштерінің тізіміне енді. Бүгінгі күні осы ескерткіштердің көбі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік маңызы бар ескерткіштер ретінде танылды. Қазақстанның мәдени бренді Алтын Адам ескерткіші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар және Түркістан қалалары. Балалар, біз мәтінді мұқият тыңдап болсақ, енді тапсырманы орындайық. Мәтіндегі мәдени мұраларды теріп жазыңдар. Қандай ескерткіштер дүниежүзілік маңызға ие болды? Осы тізімге тағы нені қосар едіңдер? Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған жауаптармен салыстырып көріңіздер. Мәтіндегі мәдени мұралар: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тамғалы петроглифтер кешені, Алтын Адам ескерткіші, Отырар және Түркістан қалалары. Қандай ескерткіштер дүниежүзілік маңызға ие? Адамзат үшін ерекше мәдени, тарихи және экологиялық маңызы бар деп танылатын табиғи немесе адам қолымен жасалған нысандар. Осы тізімге тағы нені қосамыз? Ұлы Жібек жолы, Беғазы Дәндібай мәдени ескерткіштері,
Мерке түрік ордасы және тағы басқалары. Жарайсыздар, тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштері туралы білімдеріңізді толықтырдыңыздар деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабағымызда Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштері туралы білумен қатар қазақ тіліндегі еліктеу сөздердің түрлері мен мәтіндегі қолданысы туралы да білмекпіз. Олай болса, тапсырмаға назар аударайық. Өздеріңізге белгілі, өткен жылы қазақ халқының ұлы тұлғасы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде аталып өтілді. Сондықтан келесі тапсырма Абай өлеңдеріне байланысты болмақ. Абай өлеңдерінен берілген үзінділерден еліктеу сөздерді тауып, қай түріне жататынын ажыратыңдар. Дос айтады, бермесең бұлт берем деп. Мақтауға есіріп, барынша көсіліп, ырғалып қаңқ етті, ірімшік жерге салып етті. Құржан етеді, жер шық берген кісідей. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет кәсіп бол. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Дос айтады, бермесең бұлт берем деп. Бұл жердегі бұлт сөзі бейнелеуіш. Мақтауға есіріп, барынша көсіліп, ырғалып қаңқ етті, ірімшік жерге салып етті. Қаңқ және салып сөздері еліктеуіш болады. Құржан етеді, жері шық берген кісідей. Бұл жерде құржан бейнелеуіш. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет кәсіп бол. Ыржаң, қылжаң бейнелеуіш. Жарайсыздар, тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Балалар, келесі тапсырма еліктеу сөздердің сөйлемдегі қызметін анықтауға арналған. Бос орынға еліктеу сөздерді қойып, сөйлемдегі қызметін түсіндір. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Кесененің төбесі ай сәулесімен жалт-жұлт етеді. Алтын адам ескерткішін көрген қонақтар аң-таң болды. Ауыл маңы у-шу болып жатыр. Жаңбыр тырс-тырс етіп жауды. Аттар ауыздығын қарш-қарш шайнайды. Тоғайдан тарс еткен дауыс естілді. Бірінші сөйлемдегі жалт-жұлт етеді, сөйлемдегі қызметі баяндауыш болады. Екінші сөйлемдегі аң-таң болды, бұл да сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарады. Келесі сөйлемдегі у-шу, бұл сөйлемде бастауыштың қызметін атқарып тұр. Жаңбыр тырс-тырс етіп жауды, тырс-тырс етіп пысықтауыш. Қарш-қарш шайнағандағы қарш-қарш пысықтауыш. Тарс етті анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Жарайсыңдар, еліктеу сөздердің сөйлемдегі қызметін түсіндік деп ойлаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Қазақстан Еуразиялық кеңістіктің мәдени бесігі екендігін түсіндік. Мәтіннен деректер келтіре отырып, сұрақтарға дәлелді жауап бердік. Еліктеу сөздерді мәтінде дұрыс қолдануды меңгердік. Олай болса, балалар, Қазақстанның мәдени бренді болып табылатын
Алтын адам ескерткіші, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар және Түркістан қалалары әлемді өз ерекшеліктерімен таң қалдырар ұлы мұра. Бүгінгі сабағымызды Мағжан Жұмабаевтың мына бір өлең шумағымен аяқтағанды жөн көрдім. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістанда елде туған түріктің тәңірі берген несібі ғой. Сау, саламат болыңыздар.